қалады. Екі топқа бөлінген. Ол үшін екі топқа бөліну үшін балалар біз не істейміз? Біз мына жерге келеміз. Қай топқа баратынымызды осы кәсіп арқылы дейміз. Қазір алтын қақпа басқа ма? Осы кәсіп арқылы келеміз. Қазақстанның мемлекеттік тілі. Қоғамда барша жынның басты кейіпкері Қуаты Батыр. Жауап беруіміз керек, балалар, иә ма? Иә. Ал қане, бастайық. Тілдің екі негізгі қызметін ата. Нәрді сезу үшін бір тіл болғанмен екі түрлі қасиеттер. Адамның ең маңызды мүшесі Ми, иә? жақсы оқушысыздар, сондықтан сіздер әрдайым қандай сұрақ болса да жауап беруге кез келген адам мысалға келуі мүмкін. Қарапайым сыйластықтың өзі туралы сіздер көп төлеуіңіз керек. Иә, ол қай жерде туғаны, біздің мектепке не үшін келіп жатқаны, ол кісінің қандай атағы бар екені, қандай тұлға екенін сіздер міндетті түрде білуіңіз керек. Бүгінгі сайыс да сол туралы айтылды және нақты жауап беруге деп ойлаймын. Енді рахмет сіздерге, келгендеріңізге, қатысқандарыңызға. Әрдайым оқуда отырып тұрыңыздар. Номері 20-шы Зейнолла Шүкіров атындағы орта мектебінде алтын қақпа тақырыбында өткізілген танымдық ойын барысында білім құштарлығын көзге түскен ең белсенді қатысушы номинациясыменен Жалғасбекұлы Арнұр марапатталады. Танымдық ойын барысында барлық кезеңде үздік нәтиже көрсетіп алтын кілтке ие болғаны үшін тапқырлар тобы